Саламатсыздар ма білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі өрнектің қосындысын және айырымның квадраты. Сабақтың оқу мақсаты 7, 2, 1, 10, а квадрат минус б квадрат. А минус б мен а плюс б-ның көбейтіндісі. А плюс минус б квадрат, а квадрат плюс минус 2аб плюс б квадрат. Қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану. Сабақтың мақсаты а плюс минус б квадрат, а квадрат плюс минус 2аб плюс б квадрат. Екі өрнектің қосындысы мен айырымның квадраты формулаларын өздігінен дәлелдеу, білігін және дағдыларын қалыптастыру. Формулаларды дұрыс оқу білу және олардың компоненттерін атау. Алынған формулаларды өрнектерді түрлендіруде қолдану. Екі өрнектің қосындысының квадраты, екі өрнектің қосындысының көбейтіндісі түрінде жазамыз. А плюс В. Көпмүшені көпмүшеге көбейту ережесіне сәйкес, бірінші жақшаның ішіндегі әрбір өрнекті, екінші жақшаның ішіндегі әрбір өрнекті жеке-жеке көбейтеміз. А мен А-ны көбейтеміз. А-ның квадраты, А мен В-ны көбейтеміз. Плюс АВ, В мен А-ны көбейтеміз. Плюс АВ, плюс В мен В-ны көбейтеміз. В-ның квадраты. Ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. А-ның квадратына ұқсас мүше жоқ, өзін қалдырамыз. АВ мен АВ-ны қосамыз. 2АВ плюс В-ның квадраты. Қысқаша көбейту формуласын аламыз. Келесі, А минус В-ның квадратын екі өрнектің айырымының көбейтіндісі түрінде жазамыз. Көпмүшені көпмүшеге көбейту ережесіне сәйкес, бірінші жақшаның ішіндегі әрбір өрнекті, екінші жақшаның ішіндегі әрбір өрнекті жеке-жеке көбейтіп, жақшаны ашамыз. А мен А-ны көбейтеміз. А-ның квадраты минус А мен В-ны көбейтеміз. АВ минус В мен А-ны көбейтеміз. АВ минус пен минус плюс бар. В мен В-ны көбейтеміз. В-ның квадраты. Ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. А-ның квадратына ұқсас мүше жоқ, өзі қалады. Минус 2АВ. АВ мен АВ-ны қосамыз. Минус 2АВ плюс В-ның квадраты деген қысқаша көбейту формуласын аламыз. Енді А плюс В-ның квадратын оқитын болсақ, бірінші өрнектің квадраты плюс 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі плюс екінші өрнектің квадратына тең болады. А минус В-ның квадратын оқитын болсақ, бірінші өрнектің квадраты минус 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі плюс екінші өрнектің квадратына тең. Осы қысқаша көбейту формуласына мысал келтіретін болсақ, 3 минус 5х-тің квадраты минус 5, 3х минус 7, 3х плюс 7 өрнегін ықшамдаймыз. Жақшан сыртында 5 ортақ көбейткішті жақшан сыртына қалдырып, 3 минус 5х-ті ары қарай квадраттаймыз. Қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. 3 бірінші санның квадраты ол 9-ға тең. 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі 3 пен 5-ті көбейтеміз, 15, оны 2 еселесек 30х плюс екінші өрнектің квадраты 25-тің х-тің квадраты. Екінші өрнектегі жақшан сыртында ортақ көбейткіш жақшан сыртына қалдырып, 3х минус 7, 3х плюс 7 ол қысқаша көбейту формуласы а квадрат минус б квадрат. Ол 9х квадрат минус 49 деген формула бойынша жазамыз. Әр қарай жақшан сыртында ортақ көбейткішті жақшан ішіндегі әрбір өрнекке жеке-жеке көбейтіп, жақшаны ашып аламыз. 5-ке 9-ды көбейтеміз. 45 минус 5-ке 30-ды көбейтеміз. 150х плюс 5-ке 25х квадратты көбейтеміз. 125х-тің квадраты. Минус 5-ке 9х-ті көбейтеміз. 45х-тің квадраты. Минус пен минус плюс болады. 5-ке 49-ды көбейтсек, 245 болады. Ортақ мүшелерді біріктіреміз. 125х квадратқа 45х квадрат ортақ, екеуін азайтамыз. Екеуін азайтсақ, 80х-тің квадраты. 150х-ке ұқсас мүше жоқ, өзін қалдырамыз. 45 пен 245 қосылады, 290. Міне, өрнегімізді ықшамдап алдық. Енді әрі қарай осы қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып, әрі қарай есептерді, тапсырмаларды орындаймыз. Оқушыларға берілген тапсырмаларды орындаймыз. Кестені толтырыңдар. Берілген А плюс В-ның квадраты. Бұл көбейтінді түрінде жазамыз. А плюс В көбейтуді орындаймыз. Жақшаның ішіндегі әрбір мүшеге жеке-жеке көбейтіп,
жақшаны ашамыз. Ұқсас мүшелерді біріктіру арқылы алынған нәтиже а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Дәл осылай x минус y-ті де квадраттаймыз, z плюс 3-ті де квадраттап нәтижесін аламыз. Келесі оқушыларға берілетін тапсырма, кестені толтырыңыздар. Өрнек беріледі а плюс 4-тің квадраты. Бірінші өрнектің квадраты, ол аның квадратына тең. Екеселенген көбейтінді. А мен 4-ті көбейтеміз, 4а. Оны екеселесек 8а болады. Екінші өрнектің квадраты 4, 4-тің квадраты 16. Сонда нәтижесінде а квадрат плюс 8а плюс 16 деген нәтижесін аламыз. 8 минус x-ті да солай квадраттаймыз. 2y плюс 1-ді да солай квадраттаймыз. 0,5v минус 2-ні да әрі қарай осылай квадраттап шығарамыз. Келесі балаларға берілетін тапсырма, бос орынды толтыр. Алдарыңызға беріліп тұрған тапсырма 5а плюс жұлдызша. Осы жұлдызшаның орындағы өрнекті табуымыз керек. 5а біздегі мына бірінші жұлдызша бірінші өрнектің квадраты. Яғни 5-тің квадраты неге тең? 25-ге тең. Бұнда бірінші жұлдызшаның орнында 25. Жақшаның ішіндегі екінші өрнектің мәнін табамыз. Ол 16-ға тең. 16 ненің квадраты? 4-ке тең. Сонда екінші өрнектің мәні 4-ке тең. 5а мен 4-ті көбейтсек 20, 20-ны екеселесек 40а шығады екен. Енді екінші тапсырма, бірінші өрнегіміз белгісіз, минус 1-дің квадраты. Бірінші өрнек сізде уже белгілі болып тұр, 9x-тің квадраты ол 3x. Сонда бірінші өрнегіміз 3x-ке тең. 3x-ті 1-ге көбейтсек 3x, оны екеселесек 6x. Сонда екінші өрнектің мәні 6-ға тең болады. Бос орындарды осылай толтырып, балалар ары қарай шығарады. Енді осы балалардың бүгінгі сабақты меңгергенін қорытындылау үшін тест тапсырмасын аламыз. Бұл жеке жұмыс. Дұрыс жауапты таңдаңыздар. С плюс 11-дің квадраты. Балалар қысқаша көбейту формуласын қолданады. С-ның квадраты. Барлығында белгілі. С мен 11-ді көбейтеміз. 11-сі, оны екеселесек 22-с болады. Екінші өрнектің квадраты 121. Сонда үшінші жауабы дұрыс екен. Екінші, дұрыс жауапты таңдаңыздар. 7y плюс 6-ның квадраты. Бірінші өрнектің квадраты 49-ға тең, барлығында бар y квадрат. Екеселенген 7y пен 6-ны көбейтеміз 42. Оны екеселейтін болсақ 84y, міне 2 бірінші уже дұрыс емес. Екінші 36. Сонда екіншіміздің мәні дұрыс болады екен. Келесі дұрыс жауапты таңдаңыздар. P минус q-дің квадраты. Бұл формула, p квадрат минус екеселенген p көбейтілген q плюс q-дің квадраты. Үшінші тапсырмамыз дұрыс. Сәйкес жауаптарды табыңыздар. Бірінші 3a плюс с-ның квадраты, оның сәйкес жауабы 3a. Бірінші өрнектің квадраты бізде 9a. Біз уже балалар біледі. Осылай стрелкамен қоямыз. a минус 2b-ның квадраты, a квадрат, мінеки. Келесі x минус b-ның квадраты, x квадратқа келтіреді. y квадрат минус 2iv плюс b квадрат, ол y пен b-ның квадратының қысқаша көбейту формуласы. Әрі қалай, бүгінгі тапсырманы қорытындылай, сабағымызды қорытындылай келе, a плюс b-ның квадраты, бірінші санның квадраты плюс екеселенген бірінші сан екінші санның көбейтіндісі плюс екінші санның квадратына тең. a минус b-ның квадраты, бірінші өрнектің квадраты минус екеселенген бірінші екінші өрнектің көбейтіндісі плюс b квадрат екені барлығымызға белгілі болды. Міне алдарыңызға айтып өттім. Келесі үй жұмысы балаларға нөмірі 32-да 1-дің 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші тармағын үйге аламыз. 32-да 2-дің 3-та 4 тармағын үйге аламыз. Бүгінгі сабақты қорытындылау рефлексия алу мақсатында бүгінгі сабақта қандай формуламен таныстыңыздар? Бұл формулалар неге қысқаша көбейту формулалары деп аталады? Екі өрнектің қосындысының квадраты неге тең? Екі өрнектің айырымның квадраты неге тең? Қалай ойлайсыздар? Бұл формулалар бізге керек пе? Сізге сабақ ұнады ма деген рефлексия арқылы балалардың өздерінің жауабын біле отырып сабақты аяқтаймыз. Соңында балаларды бағалаймыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.